ойын қанталапай ойын ойнаймыз. Ол үшін бізге мына менің дорбамда бірнеше асық бар. Соны қазір ортаға шашамын. Осы асықтардың ішінде қызыл түсті асық бар. Ол қан деп аталады. Сол асықты кімге түседі, сол ойынды бастайды. Ендеше ойынымызға сәттілік. Енді асықтарымызды санаймыз. Апаймен 8. Кәусарда 5, 10, 4. Қан кімде? Қанды көрсетеміз. Ерханда. Ерхан ойынды бастайды. Әлиге 8. Ахмет сенде неше асық? Неше асық Ахмет көрсет, санай қой. Өте тамаша. Енді асықтарыңды мына жолақтың ойына тіге қойыңдар. Тігіңдер асықтарыңды. Ерхан, болдың да? Келе қой. Ойынды бастауға дайындап тұр. Келесі. 10 асық алған, 8 асық алған балалар кезек-кезекпен келе қойыңдар. Кел, тұра қойыңдар. Тұрады, Ерхан асық бар. Кезекке тұрып алсын, Ерхан. Кел. Келіңдер, ойындар. Ерхан бастайды. Келесі. 10 асық алған. Еркен ас. Менде бар. Сегізде алмады. Өкінішке орай келесі. 8 асық алған. Кәусар. Яғына қамдап берді. Кезек-кезек кім? Ерхан. Айкүн тағы екінші мүмкіндік алды. Ала ғой. Қазір Айкүн атады, Айкүн. Өйткені Айкүн жаңа тегізді. Айша. Ахмет. Келе ғой. Жеңімпаз болған кім? Айкүн өте тамаша қолда көрсетеміз. Осылай ойынымызды жалғастыра береміз.